Менің каналыма қош келдіңіз. Сіздің ішкі энергетикалық жүйедегі баланстың бұзылуы өміріңіздегі бір немесе бірнеше аспектіні бұзуы мүмкін. Бұл жетекші медитация чакраның энергетикалық орталықтарын ашады және теңестіреді. Бұл үйлесімділік пен әл-ауқатты құруға көмектеседі және физикалық, менталдық, эмоциялық, рухани деңгейде тазалайды. Сіз бұл медитацияны стресс немесе нашар сезінгенде қайталасаңыз болады. Өзіңізге жайлы жерді тауып отырыңыз және өзіңізді босатыңыз. Көзіңізді жұмыңыз. Терең мұрныңызбен дем алып, аузыңызбен дем шығарыңыз. Тағы да 2-3 рет қайталаңыз. Бұл тыныспен біз энергиямызды жаңартамыз. Енді өзіңіздің табиғи деміңізге көшіңіз. Өзіңіздің қалай дем алып, дем шығарып жатқаныңызға көңіл қойыңыз. Ешқандай күш салудың қажеті жоқ. Барлығы табиғи түрде келеді. Сіз жеңіл әрі оңай дем алудасыз. Барлық назарыңыз деміңізде. Сіз дем алған сайын өзіңіздің ішкі дүниеңізге енудесіз. Сіз ішкі ой толғау күйіне еніп кетудесіз. Өзіміздің денемізде болып жатқан сезімді түсінуге тырысайық. Бүкіл назарыңызды сол аяғыңызға қойыңыз. Сол аяғыңыздағы табаныңызды балтыр, тізе, сан және іштей қайталаңыз. Менің сол аяғым толығымен босауда. Менің назарым сол аяғымда. Менің сол аяғым толығымен босады. Осы ойдың сіздің күйіңізге қалай әсер етіп жатқанын байқаңыз. Қазір назарыңызды оң аяғыңызға қойыңыз. Оң аяғыңызда табан, балтыр, тізе, санды сезініңіз. Іштей қайталаңыз. Менің оң аяғым босай бастауда. Менің барлық назарым оң аяғымда. Менің оң аяғым толығымен босады. Енді назарыңызды сол қолыңызға қойыңыз. Иығыңызды, білегіңізді, шынтақ, білезік, саусақтарыңызды сезініңіз.
сол қолыңыздың саусақтарын сезіп, іштей қайталаңыз. Менің сол қолым толығымен босауда. Менің назарым сол қолда. Менің сол қолым толық босады. Енді назарыңызды оң қолыңызға қойыңыз. Иығыңызды, білегіңізді, шынтақ, білезік, саусақтарыңызды сезініңіз. Сонымен қатар, сол қолыңыздағы әрбір саусақты сезініңіз. Және іштей қайталаңыз. Менің назарым оң қолымда. Менің оң қолым босай бастауда. Менің барлық оң қолым босады. Қазір назарыңызды ішіңіз бен көкірек қуысына қойыңыз. Іштей қайталаңыз. Менің барлық назарым ішімнен көкірек қуысында. Менің ішімнен көкірек қуысым толық босады. Назарыңызды арқаңызға қойыңыз. Назарыңызды бүкіл омыртқа бойымен жүргізіңіз. Сіздің назарыңыз әр омыртқа бойымен төменнен жоғарыға өтеді және мойын омыртқасына жетеді. Іштей қайталаңыз. Барлық назарым артқы, арқа тұсында. Бүкіл арқа, мойын, бұлшық еттерім, бүкіл омыртқам босауда. Менің бүкіл арқам босады. Қазір назарыңызды бетіңізге қойыңыз. Жағыңызды, ерніңізді, бетіңізді, қабақтарыңызды, маңдайыңызды сезініңіз және іштей қайталаңыз. Менің бетімнің бүкіл бұлшық еттері босай бастауда. Менің назарым бетімде. Менің бетімнің бұлшық еті босады. Енді өзімізге терең сүңгу үшін бірнеше аффирмацияларды қайталаймыз. Қайтадан назарыңызды тынысыңызға аударыңыз. Дем алғанда өзіңізге айтыңыз. Мен дем шығарғанда босадым. Мен толығымен босадым. Мен толығымен босадым. Мен толығымен босадым. Осылай біз визуализация жасау практикасына жеттік. Практиканың соңына дейін осы күйде қалуға тырысыңыз. Қазір назарыңызды
бірінші энергетикалық орталыққа аударыңыз. Осылай біз визуализация жасау практикасына жеттік. Практиканың соңына дейін осы күйде қалуға тырысыңыз. Қазір назарыңызды бірінші энергетикалық орталыққа аударыңыз. Ол екі шаттың ортасы омыртқаңыздың түбінде. Ойша ашық қанық қызыл түсті энергияны елестетіңіз. Ол жерден жоғарыға қарай сіздің омыртқа түбіңізге құйымшақ жанына кіріп жатыр. Әдемі ашық қызыл энергия аяғыңыз арқылы кіріп, құйымшақ аймағында шоғырлануда. Осы аймақта қызыл түсті лотос гүлін елестетіңіз. Оның тамыры жер анадан сіздің негізгі қажеттіліктеріңізден шығуда. Бұл бірінші чакра. Бұл біздің кім екеніміздің негізгі қалауы. Біздің өмір сүруіміздің негізі. Осы қызыл энергияны ойлаған кезде іштей айтыңыз: мен өмірмін. Мен қауіпсіздіктемін. Мен тынышпын. Енді назарыңызды 8 көзіңізге қойыңыз. Бұл жерде екінші энергетикалық орталық орналасқан. Энергия көтеріліп, жамбас түбінен шамалы төмен кіндік жанында шоғырлануда. Бұл жерде сары қызғылт лотос гүлін елестетіңіз. Бұл гүлдің тамыры судан шығады. Одан сіздегі бүкіл эмоцияларыңыз бен ең терең сезімдеріңіз шығуда. Екінші чакра сізден шығып жатқан бүкіл эмоцияларды реттейді. Бұл орталық жыныстық ләззат пен қуанышпен байланысты. Сіз сары қызғылт түсті ойлағанда іштей айтыңыз: маған өмір ұнайды. Мен рахат сезінемін. Маған өмір ұнайды. Мен рахат сезінемін. Сіз осы ойды бақылағанда сары қызғылт энергияның потогы күшеюде. Екінші энергетикалық орталық барған сайын жарқын бола түсуде. Маған өмір ұнайды дегенді сезініңіз. Мен рахат сезінемін. Енді сіз қызыл және сары қызғылт энергияның потогын бақылай аласыз. Олар бірігіп, жоғары қарай күн плексус аймағына қарай көтерілуде. Бұл аймақты ашық сары энергия потогы толтыруда. Алтын жарық күн плексусын толығымен толтыруда. Ол жерде сіздің үшінші энергетикалық орталығыңыз орналасқан. Бұл орталық ашық сары лотос гүлінің пішінін алады.
Бұл гүлдің тамыры өмірлік энергияның отынан өсуде. Бұл үшінші чакра. Бұл сіздің ерік жігеріңіздің орталығы. Ол сіздің барлық ерік жігеріңізді бар күшімен көрсетеді. Сіз осы алтын сары энергияны ойлағанда, ол сіздің күн плексус жеріне кіреді. Тағы да қайталаңыз. Мен өзіме сенемін. Мен әлемге сенемін. Мен мына әлемге ашықпын. Сіз осы ойды қайталағанда, алтын сары энергияның потогы күшейіп, үшінші энергетикалық орталығыңыз одан сайын жарқындай түсуде. Сіздің сенімділік деңгейіңіз бен әлемге ашықтығыңыздың дәрежесі барған сайын артып келеді. Енді үш энергия потогы бірігіп, одан жоғары қарай өтіп, жүрек тұсына төртінші энергетикалық орталыққа ағымдауда. Сіз жасыл энергия потогын көрудесіз. Бұл орталық лотос гүлінің ашық жасыл түсін алып, бұл гүлдің тамыры ауадан шығуда. Бұл жерде біздің жақсы көру қабілетіміз туындайды. Төртінші чакра – бұл сіздің ризашылығыңыздың сақталатын жері. Шартсыз сүю қабілеті туындайтын жер. Бұл жанашырлық пен кешіре білу орталығы. Сіз осы ашық жасыл түсті ойлағанда, іштей айтыңыз: мен махаббатпын. Мен махаббатпын. Мен махаббатты сыйлаймын және қабылдаймын. Тағы да: мен махаббатпын. Мен махаббатты сыйлаймын және қабылдаймын. Бұл ойды қайталағанда, ашық жасыл түсті энергия потогы күшейіп, төртінші энергетикалық орталық одан сайын жарқырай түсуде. Енді сіздің назарыңыз қайтадан жоғары қарай көтерілуде. Жүрек орталығынан қосылып шыққан энергиялар потогы жоғары тамаққа келді. Бұл жерде сіз бесінші чакраны көрдіңіз. Бұл жерде ашық көгілдір түс құрылды. Бұл чакра ашық көгілдір гүлдің формасын қабылдауда. Оның тамыры музыкадан тарайды. Бұл жерде сіздің қарым-қатынас жасау қабілетіңіз және байланыс ашылады. Мұнда өзін өзі көрсету қабілеті шығарылады. Бесінші чакра бұл дыбыстар мен тербелістердегі сөздердің орталығы, көркемдік қабілет пен шығармашылық. Сіз осы ашық көгілдір энергияны ойлағанда, іштей қайталаңыз: мен ерекшемін. Мен көпшілмін. Мен ерекшемін.
Мен көпшілмін. Мен өз ойымды жеңіл әрі қуанышпен айтамын. Ашық көгілдір энергияның потогы уақыт өткен сайын кеңейіп жатыр. Сіз ойша қайталаудасыз. Мен ерекшемін. Мен көпшілмін. Мен өз ойымды жеңіл әрі қуанышпен айтамын. Сіздің назарыңыз әлі де жоғары көтеріліп, екі қастың ортасына келіп жетті. Оны үшінші көз деп те атайды. Бұл сіздің 6-шы чакраңыз. Оған көк түсті энергия потогы кіреді. Алтыншы чакраңыз көк түсті лотос гүлінің формасын қабылдайды. Оның түп тамыры әлемді бұрмаламай көру. Алтыншы чакра бұл сіздің күнделікті шындықтан тыс көру қабілетіңіздің орталығы. Бұл орталық жаңа өмірдің шегінен шығуға мүмкіндік береді. Қазір іштей қайталаңыз. Мен физикалық шындықтан кез келген ақпаратты қабылдаймын. Мен шындықты анық көремін. Менің интуициям жақсы дамыған. Елестетіңіз, энергия потогы күшейіп, сіздің қасыңыздың ортасында кеңейе түсуде. Мен физикалық шындықтан тыс кез келген ақпаратты қабылдаймын. Мен шындықты анық көремін. Менің интуициям жақсы дамыған. Енді қосылған энергия потоктары бірігіп, жоғары көтеріліп, тәжі аймағына шоғырланды. Бұл жер 7-ші энергетикалық орталық. Ол жердегі түс күлгін немесе ақ түс. Бұл орталық күлгін немесе ақ гүл жапырақшаларының әшекейленген жиынтығы бар лотос гүлінің пішінін алады. Бұл гүлдің тамыры жалпы адамзаттық санадан туады. 7-ші чакра бұл Құдайдың тепе-теңдік орталығы. Ол адам кейпінде көрінеді. Сізге ғарыштан энергия ағыны қалай келетінін сезініңіз. Іштей қайталаңыз. Мен бүкіл ғаламмен бірлікті сезінемін. Мен таза жарықпын және махаббатпын. Қосылып бір тұтас энергияға айналатын осы энергиялардың бірігуін сезініңіз. Ол сіздің барлық аураңызды толтыруда. Мен бүкіл ғаламмен бірлікті сезінемін. Мен таза жарықпын және махаббатпын. Сіз арқылы өтетін энергияның бір тұтас ағынын сезініңіз. Бұл энергия сіздің бүкіл аураңызды
толығымен айнала бастады. Оны елестетіп, сезіне бастаңыз. Осы бейбітшілік пен тыныштық әлемінде жаңарған санаңызбен бірге болыңыз. Осы күйді есте сақтаңыз. Енді сіздің барлық энергетикалық орталықтарыңыз бір-бірімен гармониялық байланыста. Сіз өзіңізді бақытты сезіну үшін сырттан ешқандай бақытты оқиғалар қажет емес. Сіз қуанышты кез келген уақытта өз ішіңізден таба аласыз. Терең дем алып, жаймен дем шығарыңыз. Сіздің чакраларыңыз толығымен теңестірілді. Олар жаңа өмірлік күшпен вибрация шығаруда. Ол сіздің әрбір клеткаларыңызға енуде. Терең дем алып, жаймен дем шығарыңыз. Өз жаныңыздағы кеңістікті сезініңіз. Қолыңызды, аяғыңызды, барлық денеңізді сезініңіз. Дайын болғанда көзіңізді ашыңыз. Бұл медитацияны үнемі жасап отырыңыз. 1 ай көлемінде. Сіз керемет нәтижелерге қол жеткізесіз. Менің медитациямды тыңдағаныңызға алғыс айтамын. Егер де менің каналыма тіркелмесеңіз, тіркелуді және қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Сонымен қатар, жақын адамдарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыз. Сізге бар жақсылықты тілеймін. Келесі кездескенше.